Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Жансұлу Бақытжанқызы. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге саңырауқұлақтан қуырдақ жасауды менің тәсіліммен көрсететін боламын. Видео сіздерге пайдалы болып ұнайды деген ойдамын. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Саңырауқұлақ далада өсетін болғандықтан арасына шаң, тас жиналып қалады. Сол үшін алдымен жақсылап тазалап алу өте маңызды. Саңырауқұлақтарды ең алдымен жақсылап жуып тазалап алып, артық жерлерін кесіп алып тастаймыз, яғни түптерін. Содан соң саңырауқұлақтарды батып тұратындай етіп су құйып, жарты сағатқа қайнатып аламыз. Саңырауқұлақтар қайнап шыққанша осылай картоп пен пиязды турап аламыз. Өз қалауларыңызша етіп турасаңыздар болады. Саңырауқұлақтарымыз жарты сағат қайнап болған соң судан сүзіп алып, қатты үлкен емес, кішкентай емес, орташа көбік етіп тураймыз. Табамызға май құйып қыздырып, алдымен пиязымызды қуырып аламыз. Үстіне саңырауқұлақты салып, араластырып 2-3 минуттай тағы да қуырамыз. Одан соң үстіне картоптарымызды саламыз, дәмдеуіштерімізді саламыз, тұз саламыз. Мен дәмдеуіштерден хмели сунели мен кориандр салдым. Ол маңызды емес, өз қалауларыңызша салмай қойсаңыздар да болады. Одан соң бетін жауып, баяу отта пісіреміз. Картоп піскенге дейін ұстасаңыздар жеткілікті, себебі саңырауқұлақтарды қайнатып алған кезде ол жартылай пісіп дайын болады. Байқасаңыздар, қуырдаққа ешқандай су қосқан жоқпыз, себебі пияздың өзінің суы шығып, сонымен әдемі болып піседі. Пісуге 5 минут қалған кезде осындай дәмбоздарды саламын. Ол ерекше дәм береді. Егер сіздерде жоқ болса, оны қоспасаңыздар да болады. Осымен біздің қуырдағымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Қуырдақтың бетіне укроп пен көк пиязды салып берсеңіздер болады. Ас болсын, жасап отбасыларыңызды қуантыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ұнап пайдалы болып жатса, видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.